Ассалаумалейкум достар, бүгінгі видеода құйылған фундаменттің диагоналін қалай шығарғанын, жалпы диагонал қалай шығару керек екенін айта кететін боламын. Ал сіздер каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Жаңалықтардан құр қалмау үшін қоңырау белгісін басып қойыңыз. Алдарыңыздағы көріп тұрған сызба бұл құйылған фундаменттің планы. Алдағы уақытта осы фундаменттің диагоналін есептеп шығаратын боламыз. Өздеріңізге белгілі фундаменттің өлшемі 16-ға 13 метр. Ең бірінші өзімізге керек жерден бірінші қазықты қағамыз. Сол қағылған қазықтан фундаменттің ұзындығын шығарамыз. Фундаменттің ұзындығы 16 метр. Өлшеген жерден екінші қазық қағылады. Қағылған екінші қазықтың енін шығарамыз. Ол бізде 13 метр. Фундаменттің екі қабырғасын өлшеп алғаннан кейін оның диагоналін есептеп шығарамыз. Мына көріп тұрған формула бұл диагоналды шығаратын формула. Бұл жерде А фундаменттің ұзындығы, Б фундаменттің ені, Д диагональ. Бізде ұзындығы 16 метр, ал ені 13 метр. Енді осы фундаменттің диагоналін табамыз. Диагональды табу үшін формулаға сәйкес 16-ның квадратын қосамыз 13-дің квадратына, яғни 256-ны қосамыз 169-ға. Сол кезде түбір астынан калькулятордың көмегімен шығарған кезде 20,6 метр шықты. Яғни бұл диагоналіміздің ұзындығы болып табылады. Егер ол өлшемге жетпей немесе асып кетсе 20,6 метр шыққан нүктеге қазықты қағамыз. Содан кейін екінші және үшінші қазықтың арасы 13 метр екеніне көз жеткізуіміз керек. Келесі қадам үшінші қазықтан екінші қабырғаның ұзындығын өлшейміз. Ол бізде 16 метр. Содан соң екінші қазық пен төртінші қазықтың диагоналін өлшегенде 20,6 метр шығу керек. 20,6 метр шығып, ұзындығымен қиылысқан жеріне төртінші қазықты қағамыз. Сол кезде бірінші және төртінші қазықтың арасы автоматты түрде 13 метр шығу керек. Көріп тұрғандарыңыздай фундаменттің бір бұрышы ішке кіріңкі болғандықтан біз төртінші нүктеден ұзындығынан 0,7 метр, ал енінен 4 метр өлшеп алып фундаменттің құйылатын орнын белгілейміз. Достар, егер осы видео сізге ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, осы видеоны достарыңызбен бөлісіп кетіңіз. Өйткені келесі видеода мен сіздерге бұл фундаменттің көлемін қалай шығарылғаны жөнінде айта кететін боламын. Ал егер сізді осы құйылған фундаментке қанша қаражат кеткені қызықтыратын болса, мына жоғарыда тұрған сілтемеге өтіңіз.